Сәлем достар, бүгін сіздерге шәйнектің ішін сыртын тазалауын көрсететін боламын. Алдымен каналға тіркеліп лайк басып, мені қолдап отырыңыздар. Бізге керегі лимонная кислота, яғни лимон қышқылы. Шәйнегімізге суды құйып, лимонная кислотаны ішіне саламыз және 20 минут астын қосып, қайнататын боламыз. Өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай, менің шәйнегімнен шыққан қақтар осындай болды. Нәтижесінде менің шәйнегімнің іші тазарылып қалды, менімен бірге жасап көріңіздер. Келесі сіздерге шәйнектің сыртын тазалауын көрсететін боламын. Ол үшін бізге ыдыс, 1 шай ас қасық перекис, ферри, сода керек болады, және де кез келген ыдыс жуатын губканы пайдаланамыз. Барлығын ыдысқа 3 ас қасықтан өлшеп саламыз. Ең алдымен сода 3 ас қасық сода, 3 ас қасық ферри, 3 ас қасық перекисті құямыз. Дайын болған сұйықтықты арнайы ыдыс жуатын губканың көмегімен шәйнектің жан жақтарын, кір, дақ жерлерін барлығын жуып шығамыз. Ең бастысы бұл жердегі керегі бізге шәйнектің сырты ыстық болып тұру керек, және 15 минут қалдырамыз. Он 15 минуттан кейін жақсылап жан жақтарын сүртіп, сумен жуып аламыз. Нәтижесін өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай, шәйнегіміз жылтырап, айнадай тап-таза болды. Қатты күш салып шәйнекті тазартатын едім, қазір енді осы әдіспен шәйнегімді оңай тазалап аламын. Лайфхак сіздерге ұнайтын болса, каналға тіркеліп, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.